Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Нұргүл. Бүгін сіздерге KFC тауық қанаттарының рецептісімен бөлісемін. Бізге қажет ингредиенттер: тауық қанаттары, су, сұйық май, тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыш, әртүрлі демдеуіштер қажет. Ең алдымен осы тауық қанаттарын дайындап аламыз. Ол үшін керек емес жерлерді, мысалға мен ұштарын кесіп алып тастаймын. Және де тауықты осылай екіге бөлемін. Барлығын осылай дайындап шығамыз. Тауық қанаттарын барлығын дайындап болған соң, оның ішіне қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, паприка секілді дәмдеуіштерді саламыз. Сұйық май құямыз. Енді салқын су құйып, кішкене араластырамыз. Және де кемінде 2 сағатқа қойып қоюыңыз қажет. Мен тоңазытқышқа қойып қоямын. Бір күнде де қойып қойсаңыздар болады. Сол кезде маринад осы тауықтың бойына өте жақсы болып сіңеді. Мінекей маринадымыз осылай дайындалады. Маринадты жасап болған соң, енді оның үстіне паприка, тұзды араластырамыз. Бұл бізде кляр деп аталады. Және де осы біздің жаңа маринадтаған тауықты алып, бірден осы құрғақ ингредиенттерге саламыз. Паприка, тұз араласқан жаңағы құрғақ ингредиенттерге салып араластырамыз. Біздің осы маринадтап болған тауық қанаттары толықтай ұнға аунап. Ал енді сұйық клярды дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 1 немесе 2 жұмыртқа саламыз. Оның үстіне тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Кішкене су құйсаңыздар болады. Өйткені кляр бізде сұйықтау болу қажет. Енді осының үстіне ұн саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса шығу керек. Кішкене су құйсаңыздар болады. Өйткені кляр бізде сұйықтау болу қажет. Енді осының үстіне ұн саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса шығу керек. Ал бөлек ыдысқа жай ғана ұнды салып қоямыз. Яғни бұл біздің панировкамыз болады. Енді қызып тұрған майға тауық қанаттарын бірінші салмас бұрын сұйық клярға аунатамыз. Одан соң құрғақ осы ұнға аунатамыз. Және де қатты қызып тұрған майға саламыз. Осылай барлығын жақсылап қуырып шығамыз. Мінекей, бізде осындай тауық қанаттары дайын болады. Алдымен сұйық клярға батырып, содан кейін ұнға аунап, қатты қызып тұрған майға қуырамыз. Іші толықтай пісті. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.